7-8 сәуір күндері елбасының кітапханасында Астана қаласы академик Сейтқасымов атындағы индустриалды экономикалық колледжі және Еуразия гуманитарлық институты колледжі студенттері әлемді өзгертетін идеялар семинар тренингінен өтті. Семинар барысында оқу үздіктері мен белсенділер 100 нақты қадам ұлт жоспары туралы білімдерін толықтырды. Инновациялық білім беру үстелдері арқылы оқығанын іс жүзінде тексеріп, қоғамдық саяси тақырыптар төңірегіндегі пікірталастарға қатысты. Семинардың соңғы күнінде өскелең ұрпақпен кездесуге белгілі архитектор, мәдениеттің біртуар тұлғасы, құрмет орденінің иегері Сайын Назарбек келді. 75 жастағы ақсақал өте қызықты өмір сүргенін, 50 жыл некеде екенін ерекше айтып өтті. Жастармен әңгімелесу барысында уақыт Қазақстанның өткені мен болашағы тақырыптарына тоқталды. Ақсақал жастарға отан сүйгіш болуға, өз елін қадірлеуге шақырды. Сайын Назарбек өзінің жоғары нәтижелерге жетуінің бойындағы басты қасиеті ретінде отан сүйгіштікті атайды. Тағдырдың сыйы мен зор құрметі ретінде елбасымен кездесуі және әңгімелесуі деп санайды. Елбасы кітапханасының құрметті мейманы кітапханаға кітап сыйла акциясын қолдады және өзінің бірнеше кітабын сыйға тартты.